мен өз жолымен енді қарыш өкілі болғаннан кейін маған дүние қуу, ақша қуу ол ұят. Ол маған болмайтын жол. Маған көп тамақ керек жоқ. Аздап тамақ жеймін. Бәрі менің тағамым қарағанда нағыз маған лайық қазақтың диетасы дұрыс екен, пайдалы. Қара қазақтың диетасы. Жылқының еті, қара ет семіз емес. Кішкене жеміс жидек, таңертең шай ішем, каша пісіріп жеп сөйтіп. Асқабақ жеймін кішкене, кешке тамақ шай ішем. Киімді маған көп керек жоқ. Әйтеуір денем жабық болса, и басқа адамда. Тамақ туралы сұрағым бар. Осы рухани жолдағы адамдар, мысалға, буддистер, болмаса йогамен айналысатын адамдар, центрді ашу үшін, оның жаңағы жұмысын жақсы ұстау үшін, кірлетпеу үшін, оны көбіне ет тағамдарынан бас тартады ғой. Иә. Шығыста. Ал енді ғарыш сарбазы бүкіл 7 центр ашылған. Иә. Ал сонда қазақтың жаңағы қарапайым тағамдарын жеу сізге зиян болмай ма? Ол өте жақсы сұрақ. Енді онда біз былай айтайық. Енді күші аз адам бағыттану керек. Кандель тартып, зарядка жасап, спортпен ал Құдайдан, Тәңірден берген күші адамға ол керек жоқ. Ол еске алайық, анау Қажымұқанды алайық. Одан да артық біздің балуан шолақты алайық. Соғында Қажымұқанның да жауын жерге тиген жоқ, балуан шолақтың жоқ. Сонда Қажымұқанның ұстазы Поддубный. Ол енді Тәңірдің күші болды, бірақ күшін көбейткен ол енді бағыттану. Оның гирясы балалардың нелер штангалары бар жүр. Еңбекпен. Сонда сол оның енді несі сүйектерінің еті несі босып кетпеген үшін жігіттері. Иә. Ол не алып жүретін? Таяқ. Таяқ былай көргенде таяқ, ал қолыңды ұстасаң бір пұт несі бар. Шайнан жасалған, қиылған таяқ. Сол таяқ. Ал Қажымұқан ол керек жоқ. Табиғи күш. Ол кезде жүдіріппен шеңгелмен көтерді ғой. Көтеріп, бір қолмен көтеріп алып келген, сонда арбамен. Сонда оған күш ондай бағыттану керек жоқ. Сонда Индия йогтары ол 5-ші сатының адамдары. 4-ші, 5-ші дамыған. Нағыз дамығанда 5-ші сатының адамдары. Иә. Енді рухани күш аз болғаннан кейін, онда бағыттану, онда екі каналды босату үшін, онда етті жемеу керек. Ол себеп түсінікті. Өлетін малдың қанында, клеткасында империал деген зат болады. У. Сол империал каналды басат ішінде, кедергі көп каналдардың. Жұқа каналдардың, жіңішке каналдардың. Ал ғарыш сарбазының каналы, олардың каналы кішкене трубка деп санаса, жіңішке. Оған қасында ғарыштың каналдары ол өзен сияқты аққан. Таудан аққан өзен сияқты. Сонда мынандай кішкентай құмдар империал ешқандай кедергі шайылып кетеді. Сол себептен сөзсіз санхья йогамен қарағанда, ортодоксальный йогамен, мынау адамның тұрмысы, жүрісі, ешқандай мүмкіншілік жоқ. Олар йоганың ішінде де бар, кішкентай бөлме бар. Брахмадан деген берген табиғат, адамға табиғаттан берген күші бар, рухани. Оған ешқандай йогтың нелері позасы асанасы керек жоқ, ешқандай диетасы керек жоқ, ешқандай бұрылуы да несі керек жоқ. Бұл енді амалсыз да, оны оған сену керек, бағыну керек, сыйлау керек деген сөз бар. Сол тағам.